әлемдік сағат бренді бар, Jacob & Co деген. Бір сағаттың өзі там 20 миллион доллар, 15 миллион доллар, 10 миллион доллар тұратын сағаттар. И мен кірейін деймін ана бутикқа. Мені кіргізбейді. Үлкен дәу қара охранниктар мені кіргізбей қояды. Киіміме қарады ма, білмеймін, түріме қарады ма, неге кіргізбеген білмеймін, бірақ кіргізбей қойды. Өзім іштей өзімді андай чмо сезініп кетіп қалдым. И осындай сезімдер маған мотивация береді. Мысалға, Қазақстанда тауып жатқан 10 мың долларың сені крутой және VIP болып өмір сүруіңе жағдай жасай алса, Дубайда 10 мың доллар әше ештеңеге жетпейді да, сен базовый потребностьны ғана жаба аласың, тамақ, үй деген. Қалған сен шкаф ете алмайсың, қыдыра алмайсың. Сол үшін де именно неге мен Дубайда айтып жатырмын, осы поездкадан кейін менің ақшаға деген көзқарасым өзгеріп кетті да, мен мақсатты үлкен қоя бастадым. Кішкентай мақсат қоймадым. Үлкен мақсат, айына как минимум 20-30 миллион теңге табам деген мақсаттар қоя бастадым. И Аллаға шүкір, сол мақсаттарыма ақырындап жетіп жатырмыз.